Аллах на небе есть, Он все видит. Нельзя шектен шықпау керек. Ендігі қазақ қоғамында көпшілікті толғандыратын мәселе бірі діни ахуалдың жай күйі. Әрине, біз мұсылманбыз. Оның ішінде Абу Ханифа мазхабын ұстанатын сүнниттерміз. Бабаларымыз ұстанған бұл жол ұлттық салт дәстүрді ата-ананы сыйлауға негізделген. Жастар үлкенді сыйлауға негізделген. Елбасының өзі төбеде Құдай көріп тұр деген сондай сөзі бар екен ол кісінің. Ол кісі айтқан, оны мен де айтамын. Оны мынау кісі де айтады. Бәріміз қазақтар айтамыз ғой оны бізде. Қойсаңдаршы, төбеде Құдай көріп тұр ғой. Бәрі Құдайдың қолында деп айтамыз, дұрыс па? Бірдеңе болып жатса, Құдайдың қолында ғой деп айтамыз ғой. Құдайдың қолы деген сөз шыққан жоқ ол жерде. Бауырым, ол жерде біздегі қазақтағы сөз төбемде Құдай деген сөз сен ойлағандай емес. Сен ойлап тұрғандай емес. Оның ойлап тұрғаны Алланың екі қолы бар, екеуі де оң жағында, жүзі бар, балтыры бар. Төбеде бүйтіп қарап отқан жоқ біреу бізге қазір. Ондай емес. Бұл жерде мұрақиб мағынасында. Ол естуші, көруші, білуші бәрін бақылап тұр деген мағынада. Сол мағынада төбемде Құдай көріп тұр деп сөзін қазақ айтамыз. Мысалы, екі адам сөйлесіп жатыр жұмыс жайында. Сөйтеді біреу екіншісіне ескертеді. Бауырым, сен қатты сөйлеп жатсың, ертең бұл сөз жоғарыға кетіп қалып, осы күнімізге зар болып қоймай қойсайшы деп айтады, дұрыс па? Жоғарыға деген терминді қолданды. Сол кезде ана кісі жоғары қарап отыра алмайды, қашан не келе екенде? Не айтты ол? Нені меңзеп тұр? Бастықты ойлап жатыр ғой, дұрыс па ол? Бірақ жоғарыға деген сөзді қолданды. Қабанбай қол жинап келеді десе не түсінеміз? Әскер. Араларында көз бар десе не түсінеміз? Құлақтар бар десе. Түсінікті ғой. Астарлы сөйлеп отыр. Міне қазақ халқы біздің тілімізде осы жерде. Сөз басқаша болды, мағына басқа жаққа кетіп жатыр. Сондай нәрсе ғой оның бәрі. Сөз басқаша болды, мағына басқа нәрсе ғой ол. Сол үшін бауырым деді, ол нәрсені сен оны дәлел қылмай-ақ қой дедім. Екіншіден сен шынымен басшыға бойынсынатын болсаң, онда сен ханафи мазхабымен жүрген саған өсиет етемін дедім. Сол басшымыз бірнеше жерде айтты. Біз қазақ халқы Абу Ханифа мазхабында келе жатқан сүнниттік бағытты ұстанған халықпыз деп айтты. Сондаймыз шынымен. Біз ата-бабамыздан келе жатқан жолымыз Абу Ханифа мазхабы және сүннит, ахл сүнна ва жамағат жолында келе жатқан халықпыз біз. Оны басшыларымыз да айтып отыр. Оны алдындағы ата-бабаларымыз да соны айтты. Қазір де соны айтып келе жатырмыз. Біздің ұрпақтарымыз да иншалла соны айтып өтеді әлемнен. Ол жаңалық емес, бауырым. Сол үшін дедім, ол да өтпейді. Құдай аспанда екенін дәлелдей алмады, ол өтпейді ол нәрсе.